Бүгін біз машхорда сорпасын дайындаймыз. Бұл өзбек халқының ұлттық сорпасы десе де болады. Өте дәмді сорпа, міндетті түрде жасаңыздар. Ал енді менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бастаймыз. Ең бірінші бізге сәбіз 4 бұрышты етіп тураймыз. Маштың өзі керек, картопты да, перецті де барлығын 4 бұрышты етіп тураймыз. Күріш пен 1 чеснок қажет. Ең бірінші табамызды қыздырып, майымызды құйып, етімізді қуырып аламыз. Қақпағын жауып тұрып қуырамыз. Етіміз қуырылғаннан кейін үстіне тәтті бұрышымызды салып, тағы да қуырамыз. Қақпағын жауып, жақсылап қуырамыз. Және үстіне чеснокты да салып жібереміз. Бұлардың барлығы жақсылап қуырылғаннан кейін томат пастасын салып, тағы да қуырамыз. Томат пастасы міндетті түрде жақсылап қуырылуы тиіс, өйткені оның дәмі шығу керек. Барлығын қуырып болғаннан кейін фильтрден өткен салқын су, яғни бөлме температурасындағы суды құйып, қақпағын жауып қайнағанша күтеміз. Мінекей біздің сорпамыз қайнады, үстіне бұрышымызды, тұзымызды салып, дәмін қарап, одан кейін 4 бұрышты етіп туралған картопымызды, машымызды және күрішімізді саламыз. Барлығын салғаннан кейін қақпағын жауып, сорпамызды баяу отта ішіндегі барлығы піскенше, жұмсарғанша, яғни қайнатамыз. Яғни жарты сағат уақытта кетеді. Мінекей біздің сорпамыз дайын, өте жеңіл, көп уақытты алмайды, өте дәмді. Міндетті түрде жасаңыздар, маған отчет жіберуді ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақмарал, астарыңыз дәмді болсын.